Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Бұл видеода қарастыратын тақырыбымыз инверсия туралы болмақ. Яғни инверсия дегеніміз не, ол қалай қалыптасады, оны саудада қалай қолданамыз, сол туралы PDF файл бойынша түсіндіріп өтетін боламын. Сонымен қоса имбаланстың ортаңғы сызығы, яғни 50% эквилибриум деңгейі, сол туралы да қысқаша талқылап өтетін боламыз. Ендеше бастайық. Бірінші инверсия көшпестен бұрын алғашқы түсініп алу керек. Тақырып бұл fair value gaps, яғни имбаланс деп аталады. Бұны сіздерге қысқаша түсіндіріп өтейін. Бұл барлықтарыңызға таныс деп ойлаймын. FVG, яғни имбаланс, бұл үш шамнан қалыптасады. Яғни біз мына жерде бычий, яғни жоғары кетіп бара жатқан кезде қалыптасатын имбалансты көріп тұрмыз. Үш шамнан қалыптасады дедім. Бірінші, екінші, үшінші. Бірінші шамның максимумы мен үшінші шамның минимумы, яғни екеуі бір-бірімен қабаттаспаса, екеуі бір-бірімен бірікпеген жағдайда бізде нарықта осындай бос кеңістік қалыптасады. Мұны біз имбаланс деп атаймыз. Ал төменге бағытталып бара жатқан, яғни сатушылар жағындағы имбалансты айтатын болсақ, ол бірінші шамның минимумы мен үшінші шамның максимумы бір-бірімен қабаттаспаған, яғни жанаспаған жағдайда осы нарықта бос кеңістік пайда болады. Соны біз имбаланс деп атаймыз. Имбаланс көбінесе нарықта импульс болып жатқан кезде, яғни баға белсенді қозғалып жатқан кезде осындай объемный свечалардың араларында пайда болады. Енді инверсия дегеніміз не, соны түсіндіріп өтейін. Жалпы нарықта бізде жаңа айтып өткенімдей тренд бойынша бос кеңістік, яғни имбаланс қалыптасады. Бұл жағдайда баға төмен бағытталып бара жатқандықтан бізде имбаланс ол сатушылар жағында, яғни медвежий имбаланс мына аймақта қалыптасқан болады. Енді баға дәл осы имбалансқа келіп тест жасап, бұл зонадан кері бұрылу керек, яғни сопротивление қарсылық аймағы ретінде пайдаланып, бірақ егер баға осы имбаланс зонасын елемей, ол аймақты бұзып өтетін болса, дәл осылай келесі шам имбаланс зонасын бұзып өтіп, денесімен толық жабатын болса, біз нарықта инверсия қалыптасады. Яғни бұл бізге трендтің өзгергенін растайды. Яғни бізде тренд төмен бағытталып бара жатқан болса бастапқыда, енді тренд жоғары қарай бағытталып бара жатқанын көруге болады. Нарықта инверсия қалыптасқаннан кейін екі жағдайды күтуге болады. Біріншісі ол баға бірден сол инверсияны қалыптастырғаннан кейін, яғни имбалансты елемей бұзып өткеннен кейін бірден жоғары қарай импульс түрде өсіп жоғары бағытталып кетеді. Немесе осы имбалансқа келіп тест жасап, оның 50% зонасын сақтау керек, яғни ортаңғы бөлігінен аспай, осылайынан реакция алып жоғары қарай трендті жалғастырады. Енді осы имбаланстың ортаңғы бөлігі туралы, яғни 50% немесе эквилибриум деңгейі туралы сіздерге түсіндіріп өтейін. Жалпы имбаланстың осы ортаңғы сызығы бізде ең маңызды рөл атқарады. Бағаның сол имбаланстан кері бұрылып, яғни реакция алып біз қалаған бағытқа кетеді ма, немесе ол аймақты, яғни 50% деңгейін елемей, керісінше сол жерді қарсылық деңгейі ретінде пайдаланып, бағаға қарама-қарсы жүреді ма, соны анықтаймыз. Мысалға, мына суретке қарайтын болсақ, бізде баға имбаланс аймағын қалыптастырды, және біз дәл осы fair value gap қалыптастырған бірінші шамның максимумынан бастап, үшінші шамның минимумына дейін Фибоначчиді тартамыз, және осы ортаңғы бөлікті маңызды деңгей ретінде қарастырамыз. Бұл жағдайда бізде баға осы ортаңғы бөлікке келді, бірақ бұл жерден жақсы реакция алғанын көріп тұрмыз. Себебі ешқандай да бағаның төменге барып жабылғанын көріп тұрған жоқпыз. Керісінше баға осыған тест жасап, жақсы реакция беріп тұр. Ортаңғы бөлігін тіпті алғашқы бөлігінде сақтай отыра, ол имбаланстың диапазонның сыртында жабылған болатын. Дәл осы шам, бұл дегеніміз баға сәйкесінше жоғары қарай өсуге ықтималдылығы жоғары деген сөз.
нәтижесінде баға дәл осылай жоғары қарай кеткен болады. Ал енді екінші сценарийді қарайтын болсақ, бұл жағдайда да дәл солай сатып алушылар жағындағы имбаланс зонасының бірінші свечаның максимумнан екінші свечаның үшінші свечаның минимумына дейін Фибоначчиді тартамыз, және осы ортаңғы бөлікті баға сақтайды ма немесе сол аймақты елемей бұзып өтеді ме, соны бақылаймыз. Бұл жағдайда баға керісінше имбаланс зонасының ортаңғы бөлігін, яғни эквилибриум деңгейін сақтаған жоқ, ол аймақты керісінше бұзып өтті. Сондықтан сатып алушылар жағында имбаланс болғандықтан біз негізі осы ортаңғы бөлікті сақтаса лонг позицияға точка входа іздейтін едік. Ал енді бұл жағдайда баға ортаңғы бөлікті сақтаған жоқ, сондықтан біз сәйкесінше лонг позиция емес, керісінше шортқа точка входа іздейміз. Алғашқы мысалымызда мен үлкен таймфрейм ретінде күндік таймфреймді қолданатын боламын. Яғни бұл жақтан біз контекст құрып аламыз, яғни нарратив құрып аламыз. Мен бұл жақта менің контекстім бойынша қазір бағаның мына ликвидностьті шешіп, және осы аймақтан реакция алып жатқанын көріп тұрмыз. Және сонымен қоса бұл таймфреймнен де біз инверсияны көріп тұрмыз. Осы сол жақ бөлікте бізде бұрын медвежий имбаланс болған. Мінекей оны осы жерден байқауға болады. Медвежий имбаланс болған, бірақ сәйкесінше баға ол жерге ешқандай реакция бермей бұзып өткен болатын. Енді біз сол аймақты цель ретінде қарастырамыз, және айтып өткеніндей біз осы инверсияның 50%-ын, яғни ортаңғы бөлігінде мақсатты зона ретінде қарастырсақ болады. Себебі баға сол аймаққа келіп те тест жасауы мүмкін. Яғни қауіпсіздік ретінде бірінші целіміз осы ликвидность болуы мүмкін, яғни sell side ликвидностьті, немесе қарама-қарсы бағыттағы имбаланс, бұны біз BPR деп атаймыз. Соны алсақ болады. Екінші мақсат ретінде осы инверсияның 50%-ын, яғни ортаңғы бөлігін алуымызға болады. Екі жақта қарама-қарсы имбаланс келетін болса, бізде осындай BPR зонасы қалыптасады. Мінекей кіші таймфреймге өттік. Бұл бізде 1 сағаттық таймфрейм. Бұл жақта біз жаңа құрған контекстімізді растайтын боламыз. Біз точка А ретінде осы buy-side ликвидностьін алған болатынбыз. Баға осыны шешіп, кейін точка Б, яғни осы екі целіға дейін шорт позиция қарай аламыз. Мінекей баға бізде дәл осы максимумнан асты. Кейін өте жылдам түрде төменге қарай түсуі керек. Және бізде екінші мына аймақта бычий имбаланс бар. Яғни бұл бізде инверсия қызметін атқару қажет. Ал егер баға бағытты жалғастыратын болса, бұнан 50%-нан аспай жоғары қарай кетуі қажет. Енді бағаның қозғалысын бақылайық. Мінекей 50%-ын сақтап тұр. Әзірге бұл аймақтан реакция бар. Мінекей баға осы аймаққа келіп сәл кідірістен кейін бірден осы бычий имбаланс зонасын бұзып өткен болатын. Ал астыңғы жақтарға қарайтын болсақ, бір үлкен бычий имбаланс зонасын көріп тұрған жоқпыз. Баға реакция беретін қатты. Сондықтан осы жерден шорт позицияға кірсек болады, яғни точка входа ретінде пайдаланып. Біздің лимитный ордеріміз сол осы жерден басталса, ең соңғы манипуляция болған жер, немесе ең соңғы осы қоралған ұзақ мерзімді максимумға қойылады. Ал take profitіміз осы бірдей деңгейлі, яғни равный минимумдарға қойылады. Немесе үлкен таймфреймдегі біздің инверсиямыздың 50%-на орналастырылады. Ары қарай бағаның қалай орындайтынын бақылайық. Және мына аймақтағы реакцияға назар аударатын болсақ, баға бастапқыда жоғары кетуге ұмтылып жатқан сияқты манипуляция жасады. Кейін бірақ келесі қозғалысқа назар аударатын болсақ, ол өте жылдам, бұл аймақта көп аялдамай төменге қарай кетіп бара жатқанын көріп тұрмыз. Ал егер баға осы жерге келіп консолидация жасап, немесе өте әлсіз қозғалыспен жүріп алатын болса, онда көп жағдайда баға біздің стоп-лоссымызға жетеді. Ал мына ситуацияда баға келді, тест болды, бірден реакция бар. Мінекей біздің
таргетімізге баға келіп жеткен болатын, өте жақсы орындап берді. Мінекей біз HTF таймфреймге қайта оралдық, яғни үлкен таймфреймге, себебі бұл жақтан тағы да бір контекст құрып алуымыз қажет. Біз осыған дейін трендке қарама-қарсы позиция ашып көрсеткен болатынмын, яғни мына максимумнан ликвидность шешкеннен кейін қарама-қарсы бағыттағы имбаланс, яғни бычий имбаланс және инверсия зонасының ортаңғы сызығына дейін біз цельді белгілеген едік. Енді біз негізгі бағыт бойынша, яғни осы ортаңғы бөлікті пайдалана отырып, енді дәл осы максимумдарға дейін точка входа іздеп позицияға кіріп көрсек болады. Яғни біз трендке қарама-қарсы позиция ашқан кезде біздің цельдарымыз өте қысқа, өте жақын жердегі аймақтар болса, ал енді біз негізгі тренд бойынша позицияға кіретін болсақ, точка входа іздеп, онда біздің цельдарымыз өте үлкен болуға пайдалансақ болады. Мысалға, біз осы жерден реакция берсе, дәл осы максимумға дейін және де дәл осы buy-side ликвидностіне дейін таргетімізді орналастырсақ болады. Ал енді қайтадан кіші таймфреймге өтейік. Міне біз кіші таймфреймге өттік, енді осы жақтан трендтің өзгергенін күтеміз. Ол үшін бізге бағаның инверсия жасап бергенін көргіміз келеді. Мысалға, бізде мына аймақта медвежий, яғни сатушылар жағындағы имбаланс зонасы бар. Мына имбалансты сырып қояйық. Имбаланс зонасы бар және үлкен таймфреймде белгілеген инверсияның ортаңғы бөлігі бар. Баға осы жерге келіп реакция беріп тұр. Егер трендті өзгертетін болса, осы имбалансты елемей бұзып өту қажет. Сонда біз оны точка входа ретінде пайдаланып, лонгқа позиция ашып көрсек болады. Әзірге баға бізде бұл имбалансқа келген жоқ. Мінекей баға бізде бұл имбалансқа ешқандай да тестті жасаған жоқ, бұл жерден реакция да алған жоқ. Сондықтан бұны өшіреміз, себебі бізде жаңа имбаланс зонасы қалыптасқан болады. Мінекей жаңа бір медвежий сатушылар жағынан имбаланс қалыптасты. Енді осы аймақтан баға трендті келесі бағытқа ауыстыратын болса, онда осыдан реакция бермей өтуі қажет. Мінекей көріп отқандарыңыздай, баға бұл зонаны бұзып өткенін көруге болады. Енді біз осы жерден позицияға кірсек болады. Бірақ негізінде бізде тренд дәл осы максимумды баға бұзып өтсе ғана өзгереді. Бірақ бүгінгі біздің түсіндіріп жатқан PD массивіміз сол инверсия болғандықтан біз жаңағыдай біз трендтің өзгергенін күтпей осы PD массивті қолданып позицияға кіре аламыз. Енді кейбір жағдайларда баға дәл осы инверсия зонасына тест жасамай бірден белсенді түрде импульсті қозғалыс жасап кетуі мүмкін, немесе коррекция жасап тағы да тест болуы әбден мүмкін. Ал егер сіз баға келмей қалуы мүмкін екенін көріп тұрсаңыз, немесе сенімсіз болсаңыз, бірден маркеттік баға бойынша осы жерден позицияға кіре берсеңіз болады. Ал біз таргетімізді дәл осы buy-side ликвидностіне немесе жоғарыда орналасқан екінші buy-side ликвидностіне орналастырсақ болады. Ары қарай бағаның әрекетін бақылаймыз. Мына жақтан да имбаланс зонасын бұзып өтіп, соған тест жасады. Мінекей ешқандай да 50% бұзып өткен жоқ, тек қана фитильмен ғана бұзған болатын. Бұл бізде есепке алынбайды. Егер теласымен жабылатын болса, онда ол бізді ойландыруы мүмкін, ал тек қана фитильмен болса, онда оны елемесек те болады. Мінекей мына жерде тағы да бір имбаланс зонасын қалыптастырған болатын. Мінекей оны да бұзып өтті. Жаңа инверсияға тест жасап жатыр баға. Бұл жердегі инверсия енді тиімді болмауы мүмкін, себебі баға цельға өте жақын, манипуляциялық қозғалыс болуы мүмкін. Сонымен қоса мына аймақта шешілмеген ликвидностьтер бар, компрессия. Астыңғы жақта тағы бір имбаланс зонасы бар. Сондықтан бұл жерден позицияға кірмеген дұрыс, себебі баға осылардың барлығын шешіп, мына имбаланстан реакция алуы мүмкін жоғары қарай. Мінекей баға мына имбалансқа келе жатқан болуы мүмкін, бірақ мына аймақтағы ликвидностьтарды шешті. Сонымен қоса, мына жерде бізде жаңа бір медвежий имбаланс бар. Егер соны бұзып өтетін болса, онда ол инверсия болып, ары қарай бағаны осы ликвидностьтерге қарай итеруі мүмкін.
ондай болған жоқ. Баға толығымен осы имбалансты сақтап, келесі бір бычий имбалансқа жеткен болатын. Ал енді келесі мына зона бізде инверсияға айналуы мүмкін. Неке бұл аймақ бізде инверсияға айналды. Енді біз бұл жерден позицияға кірсек болады. Бірден осы жерден маркеттік баға бойынша позицияға кірсек болады. Немесе осы инверсия зонасынан. Бірақ бұл жаққа бағаның келуі ықтималдығы төменірек. Цель ретінде дәл осы максимум немесе мына максимумды қарастыра аламыз. Баға біздің бірінші целімізға келіп жетті, бірақ екіншісіне біздің стоп-лоссымызға өте жақын аймаққа келген болатын. Сосын бір қызығы бұрын ескі қалдырған дәл осы инверсияға бағаның тест жасап, соның 50%-ын сақтап, яғни 50%-ын бұзбай реакция алуы ары қарай біздің целімізға баға жеткен болатын. Біз екі позиция ашып үлгердік. Осымен сіздерге бұл тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Егер видео ұнаған болса, лайк басып кетіңіздер, арнаны қолдап. Сонымен қоса комментарийға өздеріңіздің пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Және де менің телеграм каналыма тіркеліп алыңыздар, себебі ол жақта пайдалы ақпараттар шығады алдағы уақытта, және жаңа шыққан видеоларды жіберіп алмайсыз, сол жақта мен бөлісіп отырамын. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше.